Достар, сәлем. Бүгін қытырлақ баклажанмен және етпен жасалатын европалық салатты дайындаймыз. Бір жағынан өте жеңіл, бір жағынан өте тойымды салаттың түрі. Ерекше дәмді болып шығады, сондықтан жасап көріңіздер. Алдымен сиыр етінің жұмсақ жерін осылай төрт бұрышты жұқалап турап аламыз. Дәміне қарай азғантай тұз саламыз және соя соусын құйып, жарты 1 сағатқа маринадқа қоямыз. Бізге осындай көкөністер қажет болады, баклажан, қызанақ, салат жапырақтарын пайдаланамыз. Етіміз маринадта тұр. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Баклажанды төртке бөлеміз және өзімізге ұнаған формада төрт бұрышты етіп немесе осылай барлығын турап аламыз. Егер баклажанды қабығымен ұнатпасаңыз, онда қабығын ашып тастауға болады. Ал жалпы рецепт бойынша осылай қабығымен бірге турау қажет. Жалпы бұл салатты жаз мезгілінде көкөністердің нағыз піскен мезгілінде жасасаңыздар, дәруменге бай салаттың түрі. Мөлшерлемесін барлығын описаниеда қалдыратын боламын. Жалпы мен берген мөлшермен бір үлкен порция немесе 2 орташа тарелке салат шығады. Баклажанымызды турап болғаннан кейін үстіне осылай бір жұмыртқа саламыз, ұн себеміз және барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Баклажанды енді осындай панировочный сухариге салып, аунатып, қуыруға дайындаймыз. Жалпы мұндай сухариді кез келген супермаркеттен табуға болады. Японский сухари деп те атайды. KFC наггетсыды осыған аунатып пісіретін сол сухаридің түрі. Қызып тұрған майда баклажандарымызды екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Неке осылай әдемі болып қызарады, бауырсақ сияқты қуырып аламыз. Отымыздың асты орташа болу керек, қатты қызып та кетпеу қажет. Жарты сағаттай уақыт өтті. Етіміз маринадталып болды. Енді табаға салып, қуырып, жақсылап пісіріп аламыз. Асты жабыс қалмау үшін азғантай су құямыз. Етіміз толықтай пісу қажет. Тарелкемізге салатты дайындаймыз. Салат жапырақтарын осылай қолмен үзіп саламыз. Осындай үлкендеу тарелкеге бір порциясын жасадым. Немесе бұны екіге бөліп жасауға да болады. Келесі кезекте қызанақты осылай кубиктап турап аламыз. Немесе черри помидорларында салсаңыз өте әдемі болады. Қуырылған баклажандарымызды салып шығамыз осылай. Ет те пісіп қалды. Енді етімізге осыны терияки соусын 1-2 тамшы салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және осылай ыстықтай күйінде салатымызға саламыз және соусында бірге құйып жіберсек өте дәмді болып шығады. Және үстіне творожный сырды, яғни ірімшік сырын осылай қасықпен салып шығамыз. Бальзамический уксуспен бетінен осылай сеуіп шығамыз. Ерекше дәм береді. Мінеке достар, салатымыз дайын. Егер видео ұнаса, маған подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Дәмі өте ерекше салаттың түрі, жасап көріңіздер. Ас болсын.